Саламатсыздар ма, ассалаумағалейкум. Егер де ас қорыту жүйесінде проблемалар болса, ол мынау асқазан асты безі, ұлта бар, 12 елшек, ашшек, тоқшек, язва, гастрит, асқазан асты безінің қабыну, панкреатит, сахарный диабетке дейін проблемалар басталатын болса, до мынау геморройға дейін. Оған мынау застера каротен өнімінен бастағандарыңыз жөн. Застера өнімін бір шай қасық тамақтан алдын бересіздер, 1 сағат алдын, ал каротен өнімін бір шай қасық тамақпен бірге, кешкі тамақпен бірге берсеңіздер болады. Осы тәртіппен бастасаңыздар болады. Және де ондай кісілерге осы застера каротен өніммен бірге желательно саумал өнімін берсеңіздер болады. Саумалды бір капсуладан күніне 2 мезгіл, 3 мезгілден тамақпен бірге қоссаңыздар болады. Ас қорыту жүйесіндегі проблемаларға және де жаңағы жоғарыда айтылған проблемалардың барлығына. Осы тәртіппен бере отырып, где-то бір айдан кейін уже спирулин продукциясын қоссаңыздар болады. 2 таблеткіден күніне 3 мезгілден. Таңертең, түсте, кешке, тамақтың алдында 15-20 минут бұрын. Егер де салмағы аз болатын болса, салмақ қосқысы келетін болса, тамақтан кейін беріңіздер. Максимальный доза, күндік доза 5 таблеткіден күніне 3 мезгілге дейін көтеруге болады спирулинді. Және де осы өнімдерді іше отырып, 1,5-2,5 литрге дейін су ішу керек, міндетті түрде. И қимыл қозғалыс күнделікті 10 000 шаг жасау керек, яғни жарты сағат жаяу жүру керек. Таңертең немесе кешке. Осы тәртіппен жақсылап тұрып ішкізіңіздер. Одан кейін мучной, тұзды, майлы, газированный консерванттардан аулақ болсын. Чтоб жаңағы зиянды әрекеттердің барлығын шамасы келгенше алып тастасын. Өйткені олардың барлығы ас қорыту жүйесіне кері әсерін тигізеді. Дәріге де кері әсерін тигізеді.